туристердің арасында өте танымал жер. Және де бұл жерде осы күшік өзінің егесін 9 жыл күткен болатын. Және сондықтан бұл жастардың кездесу орны болып табылады. Мынандай нанмен, мынаның аты Кокачок. Кәдімгі өзбектің лепешкасы сияқты. мынаның ішінде кішкентай ұлулар. Негізі өте дәмді. Бұл жерде ұлу ғана емес, сонымен қоса андай көкөністерді қосып, майға қуырып жасалған негізі. Өте дәмді, дәмі жіліктің майы сияқты. Өте дәмді. Не жеп жатырсыңдар? Құрамымен таныстырып кетіңдер. Креветкадан жасалған салат. Кішкентай креветкалармен, шөп, сосын помидормен, жапондардың бір өте дәмді жасалатын соуспен қосылған дәмді салат. Сосында сіз әр адам 180 йен төлейді сосынға. Сосын сіз 1 стакан ішесіз ба, 10 стакан ішесіз, 100 стакан ішесіз ба, бұл өзіңіздің қалауыңыз ба, өзіңіз білескен ішесіз. Бірақ құйып алып кетуге болады.